Жақсы, құрметті оқушылар, бүгінгі дүниетану сабағымыздың тақырыбы менің қауіпсіздігім. Жақсы, сабақтың мақсатын анықтау барысында мен сіздерге мынадай видео тамашалауды сұраймын. Әкесі түсінде үйі өртеніп жатқанын көрді. Жақсы, ең басында оқиға қалай орын алды? Ең басында әкесі ұйықтарға кірді де баласы өртті шығарды. Сол кезде әкесіне хабарлады баласы. Сосын екеуі қауіпсіздік қызметкерлерін шақырды. Жақсы, рахмет. Бұл жерде балалар Расулдың әкесі ұйықтап жатыр. Ұйқысынан шошып оянды, солай ма? Не себепті? Мұсли, қалай ойлайсың? Себебі өрттің иісін сезді. Сөйтсе, ол несі екен? Ол баласының өрт екен. Түс екен, солай ма балалар? Айған, қалай ойлайсың? Ол ұйықтап қалмас. Баласы әкесімен бірге ойнағысы келді, бірақ та әкесі ұйықтап жатты түсінде өрт болатқанын көрді. Жақсы, рахмет балалар. Ал ата-аналары жоқ, ата-аналары үйде болмаған жағдайда балалар нені ескеруі қажет? Жақсы, нені ескеруіміз керек? Әсіресе біз. Арайлы. Газды ашпай. Жақсы, тағы, қалдар. Электр тоғына тиіспеуіміз керек, молодец. Өте жақсы. Үтікті босқа қоспау керек, жандас. Өткір құралдарды қолдануға болмайды, жақсы. Асылбек. Сүрінкемен ойнауға болмайды. Өте жақсы, жанасын. Қауіпті ережелермен ойнауға болмайды. Яғни қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек. Ал жақсы, бүгінгі тақырыптың мақсатын ашайық. Құралдарды қолданудың ережесін. Екінші, осыларды біз графикалық түрін қазірше сіздерге мынадай тапсырма. Жұптық жұмыс. Барлық оқушылардың алдарында мынандай суреттер бар. 2 оқушы, 3 оқушыдан бірігіп жұптық жұмыс істейміз. Бұл жердегі суреттердің ішінен қайсы электр тоғының көмегімен жұмыс істейтін қоршап қайын. 2 минут уақыт кетті. Қарындашпен қаламмен кезген жерді. Қайын қойды, құланыңыз бүге талдауға көмектесіздер маған. Бірінші топтар. Ең бірінші. Бастан бастайық, е? Шаш. Кептіргіші. Шаш кептіргіші. Тағы. Бірінші қатардан. Үтік. Үтік, жарайсын сосын. Шаш туралайтын. Құрал, солай ма? Сосын. Тоңазып. Жақсы, рахмет балар. Енді балар, барлығымыз осы маған назар қарайыншы. Бұл заттардың барлығы, бұл құралдар бізге пайдасы бар ма? Иә. Пайдасы бар. Жандас, қандай пайдасы бар? Онымен жеуге болады, продукты салуға, үйірдегі үй жинауға. Жақсы. Үйірдегі Жалпы бір ауыз сөз, рахмет Жандас, бір ауыз сөзбен айтқанда, оның барлығы не үшін керек дейді? егер заттар. Яғни адамның қажеттілігін ашу
ережесін сақтауда, тағам әзірлеуде, үйдің ішін тазалауда, теледидарды, компьютерді іске қосуда, кір жуу, кептіру, түктеуде қолданылады. Завод, фабрикаларда станоктарды, басқа да құрал-жабдықтарды іске қосады. Электр қуатын қолдана білу өте маңызды. Жақсы, жарайсыз, рахмет. Жаңа біздің Жандосың айтқан сөзіне келісеміз бе бұлар? Олардың барлығы не деді? Адам баласының қажеттілігін қажеттілігін ашады деді, иә? Жақсы. Бірақ бұлар қажеттілігін ашқанымен біз не істеуіміз керек оның барлығын? Қолын көтеріп отырсыз. Иә? Қалай қолдануымыз керек балалар? Қалай қолданамыз? Алишан? Тиімді, үнемді, иә? Сосын онымен қоса қалай қолдануымыз керек? Бағдар. Несімен? Ережелермен. Әрине, өзінің ережесі бар емес. Солай ма? Су қолмен тоғыспаймыз ба? Жоқ. Сол сияқты әр нәрсенің өзінің ережесі бар. Жақсы, топтық жұмысты ашайық. Барлығымыздың алдымызда, әр топтың алдында бір топтық жұмысқа арналған суретті. Көрдік пе барлығымыз? Осы суретті пайдаланып, жіберілген оқушыда, балада жіберілген қатені тауып, оны қалай дұрыстау керек екенін Ал жақсы тыңдайық жақсылап. Қалған топтар қазір бағалауға дайын отырамыз. Сізге берілген сурет? Бізге берілген екі бала үтікті қараусыз қалдырды. Терезенің алдында отырады. Топтың қасында ойнап отыр. Электр қуатымен ойнап отырады. Сол үшін осы суретті қауіпсіздік ережесіне жатқызамыз. Электр заттарымен ойнап жатыр. Жақсы, қысқа нұсқа, Даниял. Бұндай жағдай болмау үшін не істеу керек еді? Қауіпсіздік ережесін Сақтау керек еді және электр шағын қоспау. Яғни электр қуатын дұрыс пайдалана яғни техникалық жабдықтарды дұрыс қолданбаған және қауіпсіздік ережесін сақтамаған. Өте жақсы, рахмет, отыра ғой. Енді бірінші топ өз-өздерді бағалай қойыңдар. Тұрмыстық құралдарды, техникалық жабдықтарды дұрыс пайдаланбаудың кесірінен не болғанын анықтай алдыңдар ма? Өзгенің тобы. Иә. Біз анықтай алдық. Біз техникалық құралдарды дұрыс пайдаланбаған себебінен иә, қандай оқиға орын алғанын айттыңдар ма? Иә, айттық. Айта алдық. Жақсы, рахмет. Екінші топ Айғаным. Біз тұрмыстық құралдарды дұрыс пайдаланатын себептерін айта алдық. Айта алдыңдар. Жақсы, келсем. Келесі. Біз тұрмыстық құралдарды дұрыс пайдаланбаудың себебінен шыққан оқиғаны айта алдыңдар ма? Қандай оқиға орын алғанын? Айта алдыңдар. Жақсы. Біз тұрмыстық құралдарды қалай дұрыс пайдаланбағанын анықтап айта алдық. Өте жақсы. Жақсы жарайды олар. Өздеріңді әр топ өздерің жақсы бағалап отырсыңдар. Енді сендерге мынадай тапсырма беремін. Қазір барлығымыз дәптерді ашайық, дәптермен жұмыс жасап жүрейік. Бірінші мақсатымыз бойынша балалар, қойыңдаршы, бір минутқа дәптерді ашып қойыңдар. Дәптерді ашыңдар, бір минутқа бірінші мақсат бойынша біз тағына не істейміз? Техникалық құралдарды дұрыс
қолдарында мынандай белгісі бар. Электроды қораптар тұрады, темірден жасалады. Бұндай жерде электр тоғы өте қатты болуы мүмкін. Абайлар деген болмайды. Яғни бұндай жерге жолауға болмайды деген белгі. Келесі, мына белгілер енді қарапайым белгілер, оларды білеміз. Енді сендерге тапсырма жаңағы 3 суреттің болмайды, яғни тыйым салынған белгісін саласыңдар. Жақсы ма? Міне мына 3 белгілер. Яғни электр шамын тыс қолдану, шамадан тыс қолдану, яғни кабельдің суретін және оны сызып тастауға болады, иә? Ал қане салайық, қарындашымыздың көмегімен әркім өз дәптерімен жұмыс жасайды. Яғни бұл қандай іс-әрекет нені істеуге болмайтынын жазасыңдар, дұрыс ма? Ал бар. Яғни дұрыс және бұрыс. Жақсы, екі карточканы дайындап отырмын. Сұрақ болады. Қай оқушы дұрыс деп ойлайды? Дұрыс карточкасы, бұрыс десе, бұрыс карточкасы керек. Жақсы, бірінші сұрақ. Өрт болған жағдайда 103-ші нөмерге звондаймын. Дұрыс, бұрыс. Жақсы, рахмет. Өрт болған жағдайда 100 нөмеріне хабарласамын. Жақсы, бұрыс. Жақсы, айлана, не себеп? Шатастың ба? Жақсы. Әрине, не істеу керек? Ақау болса қолдануға болмайды. Жақсы. Теледидарды күту режимінде ұзақ қолдануға болады дейді. Болады ма? Жоқ, әрине. Егер үтік бұзылып қалса, өзім жөндей саламын. Бұрыс. Жақсы, рахмет балалар. Бүгінгі сабақтың мақсатына жеттік деп ойлайсыздар ма? Себебі біз бірнеше тапсырмалар орындады. Енді балалар, әркім өзінің қолындағы смайликтер арқылы өзін-өзі бағалап жіберсінші. Егер сабақтағы тапсырмалардың барлығы ойдағыда орындап, өзінің көңіліне шықса, жасыл түске алтынды жазда бірінші қорапқа. Ал егер кішкене түсініксіздер бірдеңелер болса, түсінбей қалған жерлер болса, қызыл қорапқа саламын. Аттарында ғана жасалса жылаңыз. 1, 2, 3 деп саламыз. Екі қорапты жақсы қарайсыңдар, жақсы. Өте жақсы. Жақсы. Жақсы, қарайсыңдар. Жақсы балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Егер осы тақырыпты жақсақ барысында дәптермен жұмысты аяқтап келеміз. Жақсы ма?